Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. Лейзер 6 сыныптың 4 модульдің 51 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын ең бірінші менің каналыма тіркелеміз, подписаться басамыз. Одан кейін 10-15 минут уақытымызды бөліп, сабақты толығымен қараймыз. Тек содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Сонда сендерге барлығы түсінікті болады. Бүгінгі сабақтың тақырыбы prepositions of time and place. Бізде уақыт пен жерлерге байланысты қолданылатын предлогтар. Look, қара. Мысалдар келтіретін боламын. We're going to the cinema on Saturday. Біз сенбі күні кинотеатрға барамыз. We're meeting outside the cinema at 6 o'clock. Біз кинотеатрдың сыртында сағат 6-да кездесеміз. Outside сыртында, ja? The cinemas next to the post office and near the supermarket. Кинотеатр поштаның қасында, ол супермаркетке жақын. Next to бізде қасында, ал near жақын. The film is starting in 10 minutes. Фильм 10 минуттан кейін басталады. 10 минуттан кейін деп тұр, in. Уақыт айтқан уақытта in қолданылады екен. The bad guys are in a helicopter in Germany. Жаман жігіттер Германияда тік ұшақта жүр дейді. Енді use қолданылуы. Жалпы предлогты біз қай кезде қолданамыз? We use prepositions such as on, in, to, near, before times and places. Біз предлогтарды on, in, to, near деген секілді қолданамыз. Қай уақытта қолданамыз? Уақыттар мен жерлердің алдында айтып қолданады екенбіз. Мінекей уақыт, Saturday 6 және де жер супермаркеттің алдында тұр. Helicopter деп тұр, Оның бәрі бізде жаңағындай зат есімдер, солардың алдында қолданылады екен. Енді қараңдар. Толығырақ ақпарат алу үшін 136 беттегі ережеге қарап толығымен үйреніп алсаңдар болады екен. Келесі бізде exercise 1. Choose a correct word or phrase. Дұрыс сөзді немесе фразаны табуымыз керек екен. I love going to outdoor cinemas in the summer. Бірінші мен to қолдандым, екінші in қолдандым. Мен жазда ашық аспан астындағы кинотеатрларға баруды жақсы көремін. Екінші сөйлем. We're seeing a film at on an outdoor cinema on Saturday. Бірінші мен at қолдандым, екінші on қолдандым, Біз сенбі күні ашық аспан астындағы кинотеатрда фильм көрмекшіміз. Үшінші сөйлем. We're meeting at 9 o'clock in front of the cinema. Біз сағат 9-да кинотеатрдың алдында кездесеміз. Үшінші сөйлемде мен at қолдандым және де in front of қолдандым, мұны жаздым. Төртінші сөйлем. The cinema next to the river and near a nice cafe. Кинотеатр өзеннің қасында және бір жақсы кафеге жақын жерде орналасқан. I last went to the cinema on 24th March. Мен соңғы рет киноға 24 наурызда бардым. We sometimes watch films on TV at home, but I prefer the cinema. Біз кейде үйде теледидардан фильм көреміз, бірақ мен кинотеатрда көргенді қалаймын. Осымен тапсырма аяқталды. Мына жазылар тапсырмаларды қалдырып кеттім. Exercise 2. Екінші тапсырма. Write one preposition in each gap to complete the short answers. Мұнда сұрақтарға жауап беру үшін бір ғана предлогты қолдануымыз қажет екен. Мына сөздердің алдына қоюға, Келесі сұрақтарды оқимыз. When Lindsay Beckham's birthday. Lindsay Beckhamның туған күні қашан? On 29th of April. Мұны 10 қойдым, 29 шілдеде. Where do you usually watch TV? Сен әдетте теледидарды қайда көресің? At home. Үйде. Онда сөйлемдердің барлығын үлкен әріппен жазу қажет, балалар. What time does the film start? Кино қай уақытта басталады? At 7:30. 6:30 басталады. Where is the cinema? Кинотеатр қайда?
Бұнда бізде in the town center, қала орталығында. When are you going to the cinema? Сен қашан барасың кинотеатрға? On Saturday, сенбі күні. When is the new outdoor cinema opening? Жаңа ашық аспан астындағы кинотеатр қашан ашылады дейді. In July, шілдеде. Where did you learn about extras? Экстра рөлдер, яғни қосымша рөлдер туралы қайдан білдің? At school, мектептен. Келесі exercise 3. Write a word in each gap. Мұнда бос орындарға дұрыс предлогты қоюымыз қажет. We went to the cinema when we were on holiday in Russia in the summer. It was great. The cinema is in the center of Moscow. It's not next to the Kremlin, but it's near it. It's really big and beautiful. We saw the film Run and Hide with Lindsay Beckham. It's an action film and it's very exciting. First, Lindsay in a forest. Bad guys are chasing her and her friends rescue her by helicopter. Then she fights someone on a cliff. After that, she's in trouble in a desert. Then she's in a field with horses. Then she goes to a lake and escapes from the bad guys in a speedboat. In another scene, she's on a mountain and she has to ski down. There is another scene where she's on a beach and the people shoot at her from a plane. It's a great fun and it was lovely to watch it in a beautiful cinema in a beautiful city. Енді аудармасын оқиға. Біз кинотеатрға бардық, бірақ ол Ресейде болды. Ол жазда болды, өте қызықты болды. Кинотеатр Мәскеу қаласының ортасында орналасқан. Ол Кремльдің жанында емес, бірақ оған жақын. Өте үлкен және әдемі. Біз Линдсей Бекхэм түскен Run and Hide, жүгір және жасырын деген фильмін көрдік. Ол экшн фильмі және өте қызықты болды. Ең алдымен Линдсей орманда болды. Жама адамдар оны қуалайды, ал достары оны тікұшақпен құтқарып алады. Одан кейін ол біреумен жартастың үстінде шайқасады. Содан кейін ол шөлге тап болады да, сол жерден тағы бір жерге болады. Одан кейін ол аттар бар далаға барады. Сосын көлге барып, жауыздардан моторлы қайықпен қашып кетеді. Басқа да бір көріністе ол таудың үстінде болады, сөйтіп төменгі шаңғы мен сырғанауға мәжбүр болады. Тағы бір көріністе бір жағажайда болады, ал оған ұшақтан оқ атып жібереді. Өте қызықты әрі мұны әдемі кинотеатрда, әдемі қалада көру өте керемет болды. Осымен тапсырмалар аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Менің каналыма тіркеліп, подписаться басып қойыңдар. Соңына дейін көрсеңдер көп рахмет.